ағайын, мен де бұрын тойды көп шығын той жасап не керек деп ойлайтын едім ғой, іште яғни видеоларға той алғанбыз ғой бәрі, ой той жасамау керек, бойкот қылу керек дегенде. Содан бір тойға бардық, тойға барғанда бір шетелдік досым келді да, танитын, жақсы танитын, шетелде тұрады басқа жақта. Сол көріп, мә мына той қандай тамаша, мә қазақтың тойы осындай бола ма деп таң қалып жаңа сөйтіп жатыр. Мына қазақтың той деген керемет екен ғой, мынаны деген брендке айналдыру керек қой, бұл нағыз кәсіптің көзі ғой деп ойлап жатыр да. Сонда қараңыздар, шетелдің адамдары басқаша көзқараспен, басқаша оймен ойлайды да. Ал біздікілер жаңағы атойлап жүргендер ой тоқтату керек, бойкоттап жүр. Қазір сол шындықтарды айтып өтейін, сіз де таң қаласыз да, шок боласыз бұны естіген кезде. Мүмкін қосылмайтын шығарсыздар, оны ойларыңызды өздеріңіз айтарсыздар, иә, жазарсыздар. Негізі шынына келгенде бар ғой, былай айтып жүрік та, той қазақты кедей қылып жатыр, қазақты байытпайтын той деп осы ұрандатып әрбір жерде осы ютубта болсын, басқа жерде болсын ұрандатып жаңағы той тоқтатуымыз керек, болмайды, олсыз қазақ тоқтатпасақ байымайды деп бір ұрандатып бір популизм жасап жүргендер көп та. Негізінде мен айтар едім, қазір таңғаласыздар деп отқаным сол, сіздердің пікірлеріңіз енді керісінше де болуы мүмкін. Той негізінде қазақты байытып жатқан той, негізінде қазақтың алғашқы стартап болып жаңағы баюына жол ашатын деп айтайын ба, қалай айтсам болады, тіпті осы той десек те болады да. Негізінде қазақтың тойы осы. Шынына келгенде біз осы бір мәселені түсінбей жамандап жаңағы өтірік популизмге беріліп атойлап жүрміз да. Енді шынымен де жаңа айтқандай бүгінгі қоғамда сол тойды сынайтындар көп. Ой ақша шашамыз, жаңа кредитке аламыз, той бізге пайда бермейді деп та. Енді ол қазақтың өзінің бір қалай айтсам болады, бір дәстүрі ма, қанына сіңген қасиеті ма, ол деген той емес пе? Тойдың даже той туралы мынандай бір өлең бар емес пе? Басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойы тойлансын деген. Қазақта құдайға шүкір той көп, той тойлансын деп мен айтам да. Неге екенін қазір айтам. Ол не үшін олай айтып жатқанымды да. Сол жаңа той жасамаймыз, бүйтпейміз, сөйтпейміз деп жүргендердің өздері сол той жасауға, той жасағысы келіп ақша, сол үшін ақша жинап, сол үшін ақша іздеп жүргендер де шындық қой да. Шынын айтқанда да негізінде бұл той, бұл ешқашанда тоқтамайтын сала, былай айтқанда. Ол қалай тоқтатам десең де ол тоқтамайды бәрібір қазақтың тойы деген. Сосын той деген ол деген бір күндік қана бір өтіп кете салатын бір жаңағыдай бір мереке емес қой, бір шағын зат емес қой ол деген. Той деген жаңағы жастардың есінде қалатын бір өмірлік бір жаңағы бір армандаған, ата анасын армандаған бір үлкен бір қуанышы ғой. Сондықтан да ол той тойланады, тойымыз үзілмесін, тойдан арылмайық қазағым. Жаңа айтқандай ол деген бір күндік қана мереке емес, ол жерде көптеген адамдар табыс табады да. Және де мана тойдың дәстүрінен басқа бөлек көптеген адам табыс табады. Неге? Кімдер табады? Мысалы кафе, жаңағы содан ақша табады, асабалар ақша табады, ол жерде видео көріп, фото көріп, жаңа әкеліп безендіретін, олар да ақша табады. Сол ол бір тойдың өзі, мысалы ойлап қарасаңыздар, көптеген адамдарға жұмыс беріп тұр. Сол тойдың айналасында жүріп көптеген адам өзінің жаңа семьясын, бала шағасын асырап отыр, былай қарағанда, шынын айтқанда да. Негізінде иә, шынымен де той экономикасы бұл біздің еліміздегі тұрақты нарық қой, былай қарағанда. Енді халықты асырап отқасын, солменен енді басқа не дейміз енді. Енді көп адам айтуы мүмкін да, айтып та жүр да, ойбай той жасама, тойға шашқанша оған да сен бір кәсіп аш, жаңа басқа бірдеме ашта, бизнес баста дейді. Ал сөйтіп бір тойдан экономдап бүйтіп той жасамай қалып, соның ақшасына бір кәсіп ашып кетіп жатқандар бар ма? Ал кәсіп ашып соны бір кәсіп аша алайын, сосын барып той жасаймын деп жасап жатқандар бар ма? Ондайлар жоқ қой негізінде. Өйтіп ойлау үшін де, өйтіп жасау үшін де бір оған да сауаттылық керек, жаңа білім керек қой. Өйтіп жасап жатқан жоқ. Сондықтан да тойын жасасын, сол тойдың айналасынан басқа адамдар да жаңағы нәпақасын табады, ақшасын табады, бизнесін жасайды. Бизнес деген сол ғой, бизнес жаса деп айтсыздар. Ал той жасасын, жан жағына бизнеске келеді адамдар. Сосын жаңағыдай жақсы той жасамай бизнес ашты. Ал бизнес ашқандардың көбінің жартысы жабылып қалып жатыр ғой. Әрқата бір керім болып жаңағы дүркіреп жатқанда ештеңе жоқ. Бір тойдан бір азғантай ақшадан ғой ол дейді, бір 1-2 миллион қазір бизнес те бастай алмайды негізінде да. Ал тойдың айналасындағы бизнестен жаңағы асаба, жаңағы фото көріп, видео көріп, жаңағы оформление жасайтындар, кафенің иелері, ол ешқашанда ол тоқтамайтын бизнес, ол ешқашан жабылмайды, ол әрқата жүре береді, өзінің семьясын асыра береді. Не үшін адам тойхана ашады, жаңағы сондаймен айналысады? Вот міне сол тоқтамайтын бизнес болғасын солмен айналысады. Сен де жаса сондай бизнесті. Мысалға айтайық та, той тоқтап қалды ғой бір кездерде, бір алланың құдіретімен өзі тойды тоқтатты, иә. Мысалы пандемия кезінде
сонда не болды? Ал қырғын асаба жаңағы несіз қалды, жұмыссыз қалды, әншілер жұмыссыз қалды, видеограф фотограф тойдың айналасындағы бүткіл кафе тойхана бәрі қаңырап бос қалды ғой. Сонда не болды? Ал жұмыс жоқ, басқа соның айналасында жұмыс жасайды, официанттар бәрі жұмыс жоқ, үйде отырып қалды ғой. Сонда не болды деп ойлайсыздар? Халықтың өзі, біздің қазақ халқының өзі тойсыз жүре алмайтынын сонда білді да. Той жоқ, той жасалып жатқан жоқ, бәрі біртүрлі болып, тойды сағынып бәрі. Сондай болған жоқ па шынымен де? Өздеріңіз айтыңыздаршы. Ал бұл нені білдіреді? Ал бұл той деген біздің экономикамыздың тамыры деп айтайын, тіпті керек болса. Тіпті керек болса, тойсыз біздің қазақ отыра алмайды, тойлап қалған халықпыз. Сол кездерде жаңағы пандемия кезінде еске түсіріп көрсеңіздер. Көрдіңіз ба, бұл біздің дәстүрімізге де, біздің жаңа психикамызға да, біздің менталитетімізге де әсер етеді, тіпті тойды алып тастаудың өзі. Ағайын, мінекей сондықтан той қазақты кедей қылмайды. Ана атойлап жүргендер, сіздер де тыңдаңыздар, я болмаса сол атойлап жүрген адамдарға жіберіңіздерші, ой тойды тоқтату керек, жаңағы не қыл дейтін еді, бойкот жариялау керек деп жүргендер осы видеоны жіберіңіздерші, түсінсін олар да, миларына бірдеме барсын да. Сол айтқандай тойды жоймау керек, тойды керісінше дамыту керек та. Осындай біздің қазақтың жаңағы қалай айтсам болады, жаңағы қонақты қарсы алатын, мінекей осылай қылып ұлан асыр той жасайтын біздің дәстүріміз бар деп, осындай қылып наоборот насихаттау керек та біздің тойымызды. Оны неге бизнеске айландырмасқа, неге әрбір асаба соны бір компания қылып, үлкен қылып ашып, сондай бір кәсіптер жасамасқа, жаңа тағы да тойдың айналасында жүргендер бәрі сондай үлкен компания болып неге жасамасқа, тіпті шетелге барып мінекей қазақтың тойы осындай болады деп соларға барып той жасамасқа неге? Өйтіп айтып отқан себебім деген қараңыздаршы, мына өзбек ағайындардың жаңағы дәстүрлері, мысалға дәстүрлер дегенде кафелері бар ғой, соның бәрі шетелде жүр да. Шетелде қай жерге, Дубайға барсаң да сол жаңағы өзбек ағайындардың несі кафесі бар, Қытайға барсаң да солардың жаңағы кафесі. Мысалы оның ішінде сол өзбек ағайындардың бір дәстүрлері иісі аңқып шығып тұрады. Ал біздерде де сол сияқты қазақтар сөйтіп жаңағыдай компания құрсын деп отырмыз, сөйтіп компания құрып сол жаққа барып тойдың дәстүрін сол жаққа барып көрсетсе дейді, оның несі айып? Біз әлі күнге дейін той шығын, той ұят деп жүрміз. Неге ол ұят? Ұят деген мынау ұят дегеніміз біздің сол кәсіп ашпауымызда, біздің ақша таппауымызда. Мінекей ұят. Той жасау ұят емес, ақша таппау ұят та. Ол шығын шығарған, ол шығын емес та. Сен сол шығынды табатын, сондай жағдайға дүркіретіп той жасай алатын жағдайға жетсейші, соны ойла да. Сен ана той шығын, анау шығын деп жүргенше сен өзің жағдайың жасауды ойла, бизнес ашып, кәсіп ашып. Негізінде шынын айтқанда сөйтіп айтып жүрген адамдардың өздері жаңағы тойды жамандап, елді жамандап, ананы жамандап, мынаны жамандап, уақытын соған кетіріп, энергиясын соған шашып сөйтіп жүрген адамдар деп ойлаймын да. Негізінде сол шынымен де айналаңызға қарап қараңыздаршы, сөйтіп айтып жүрген адамдарды. Ал сөйтіп айтып жүрген адамдар той жасайтын болса, алдарына жан салмайды, жаңағы анадан қалғысы келмейді, мынадан қалғысы келмейді, соның бәрін жасағысы келеді негізінде де. Ол ауызбен айтқанмен, ол қолмен іспенен дәлелдеп көрсетіп отқан ештеңесі жоқ. Ондайды көріп жүрген шығарсыздар. Иә ағайын, менің айтып отқаным сіздерге ұнамай қалуы мүмкін, келіспеулеріңіз де мүмкін, бірақ та ол шындығында жаңа мен айтып отқанымдай тойды қазақтың бренді қылу керек қой негізінде деген. Тойды жасау керек, жасаңыздар, тойлаңыздар. Қазақ ешқашан тойдан кем болмайды. Одан қайта жаңағы той тойлап оның көңіл көтерілмесе, бәрібір қалай айтқанда да тойды жою мүмкін емес. Сондықтан мүмкін болмағандықтан бізде басқа шанс жоқ. Оны тек қана дамыту керек, жаңағыдай жақсы үлкен дәрежеге жеткізу керек та оны деген. Ал сіздер айтыңыздаршы, той қазақты кедей қылып отыр ма, әлде байытып отыр ма? Ал осы жерден бір қорытынды шығарып өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. Сосын пікірге жазасыздар ма, жазбайсыздар ма, енді өздеріңіз білесіздер, бірақ ойланып көріңіздер, иә ма? Бәлкім сіздің ойыңыз менікімен мүлдем келмеуі мүмкін, қарама қайшы болуы мүмкін, бірақ та пікірге жазсаңыздар ол жақсы. Осындай үлкен талқылаулар сол пікір таластың арқасында сөйтіп түзеледі ғой. Мүмкін может керек емес деп ойлайтын адамдар мүмкін жақсы пікір жазып, мүмкін одан да ойланып қалармыз. Ал менің ойым осы.